Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге осындай моншақтан сумка тоқитын боламыз. Ал бастайық. Сумка тоқу үшін бізге осындай заттар қажет болады. Біріншіден 1 сантиметрлік моншақ, 8 миллиметрлік моншақ және үшінші 4 миллиметрлік моншақ қажет болады. Оларды тоқуға бізге жилка немесе леска деп атаймыз. Осындай зат қажет болады. Бұл заттың қалыңдығы 0,5 миллиметр. Сумканың жанында бауды ұстап тұру үшін осындай 2 карабин қажет. Бау осындай шынжырдан болады. Және де сумканың қақпағын жабуға бізге жаңағы аузын жабуға осындай кнопкалар қажет болады. Мінекей. Бұл кнопкадан 2 штук керек болады. Әлбетте кесуге чип немесе қайшы қажет болады. Сосын жаңағы сумка тоқу барысында бізде қолымыз жетпейтін жерлерде жилканы тартып алу үшін осындай плоскогубцы қажет болады. Өзіме керекті ұзындықта жилканы қырқып алдым. Одан кейін 2 ұшын ұстап тұрамыз осылай. Сөйтіп, бір ұшына бір үлкен моншақ. Содан кейін 2 ұшына кішкентай моншақ біреу, екінші ұшына біреу. Солай өткіземіз ортасына. Сосын тағы бір үлкен моншақ өткіземіз. Осыны теңестіреміз ұштарын. Сөйтіп, жаңағы моншақты ортасына апарамыз. Енді жаңағы үлкен моншақ жағындағы жилканың ұшын қайтадан сол моншақтың ішіне кіргіземіз. Осылай мінекей. Осындай ілгек пайда болады. Сол ілгектің ішіне екінші ұшын кіргіземіз. Мінекей. Сосын мына жерде бізде түйін пайда болады. Мінекей, түйін. Осы түйінді мына моншақтың ортасына кіргіземіз. Мінекей, 4 моншақ дайын болды. Одан кейін бір кішкентай, бір үлкен моншақ өткіземіз бір ұшынан, екінші ұшынан кішкентай моншақ өткіземіз. Сөйтіп, мынау 2 моншақ өткізген жағынан қайтадан бір моншақтан жилканың ұшын кіргіземіз. Жаңағыдай ілгек жасаймыз. Сол ілгектің ішіне екінші ұшын кіргіземіз. Мінекей. Егер қағазға сызып көрсететін болсақ, мінекей, жилка алдық қой жаңа. Сөйтіп, дәу моншақ алдық. Сосын кішкентай моншақ алдық. 2 кішкентай моншақ алдық, 2 ұшынан. Сосын мына жерге тағы бір дәу моншақ алдық. Сол дәу моншақтан біз мына ұшын қайтадан артқа кіргізіп, мынаның ішіне кіргізіп тарттық. Сол кезде осындай бізде ілмек пайда болды. Сол ілмекке екінші бос тұрған ұшын апарып кіргіздік. Мінекей. Мынау бізде түйін пайда болды. Ол түйін мысалы мына моншақта. Былай болды ғой. Мына моншақ мынау біздің. Сөйтіп, мына жерде былай пайда болды. Мынау түйін бізде бәрін шешетін болады. Бұл түйін мына жаққа шығып қалмау керек, мына жақта қалмау керек. Себебі мына түйін моншақтың ортасында тұрса, бізде сумка қатты әдемі формасын сақтап тұратын болады. Осыған мұқият болайық, қыздар. Мінекей, мына жерде кішкентай моншақтан бізде 14 штук болу керек. 14, мына жерде 5 болды, әлі 14-ке дейін біраз тоқимыз. Мінекей, 13 тоқыдық, 13 қатар. Одан кейін, енді бізде мына жаққа көтерілу керек. Сол үшін астыңғы жилканы аламыз. Сөйтіп, одан 3 моншақ өткіземіз. Кішкентай, үлкен, тағы кішкентай. Сөйтіп, осындай жаңағыдай ілгек жасаймыз. Ілгекті жаңағы ұшына, екінші ұшына кіргіземіз. Сөйтіп, мінекей. Жилканың екі ортасында бір моншақ тұр. Енді біз былай қарай кететін боламыз. Мына жерде бір моншақ тұр, енді 3 моншақ өткіземіз. Мінекей. Сөйтіп, астыңғы жіпке, астыңғы моншаққа, астыңғы жилканы өткіземіз. Ары қарай 2 моншақпен кетеміз.
мінекей мына жерде жилкамыз қысқарып қалды, сондықтан жаңа жилка арнаймыз. Әдеттегідей жалғастыра беретін боламыз. Осылай тоқи беретін боламыз. Мына моншақ бізде 9 қатар болмайынша жалғастырып тоқи береміз. Мына жерден 14 моншақ, ана үлкен моншақтан 9 моншақ болу керек. Әдеттегідей жалғастыра беретін боламыз. Мінекей сумкамыздың артқы қабырғасы дайын болды. Ұзындығы бізде шамамен 17 сантиметр болды. Ені 12 жарым, 12-де 5 болды. Енді мына жерінде бізде табанын тоқитын боламыз. Табанын бір ыңғай кішкентай жаңағы 7 миллиметрлік моншақпен тоқитын боламыз. 3 моншақ аламын. Әдеттегідей мына жаққа дейін барамын. Мінекей мына жерде біз моншақтарды, мына бір жерде дәу ғой, одан кейін кіші болып кеткеннен кейін мынау былай үшбұрыш болып бара жатыр. Сондықтан кішкене бос жіберсек те болады. Осындай мына жерде көріп тұрсыз ғой. Осы жерде бос, мыналарда қатты болып қалды. Сол үшін енді кішкене созып жіберсек те айып етпес. Мынаны қатты тартпай кішкене бос қылып қоямыз. Мысалы мына жерде бізде бір моншақ қой. Осыдан бізде 4 тағы 3 қатар болады. 1, 2, 3 болады. 3 или 4 или 5 қыламыз, қазір көреміз. Мінекей сумкамыздың қабырғасы және табаны дайын болды. Мынау алдыңғы қабырға, мынау артқы қабырға, мынау табаны. Табанын мінекей. Мына жерден 5 моншақ болды кішкентай. Былай тоқылды, сөйтіп 5 моншақ мына жақтан шықты. Сонда қайырғанда былай шығады. Міне. Былай шығады. Ал былай, мінекей. Мына жақтан 5, мына жақтан 9, мына жақтан 9. Енді біз мынау жилкамыз мына жерде тұр. Сумкамыздың крышкасын тоқитын боламыз. Енді сумкамыздың қақпағын тоқитын боламыз. Ол үшін біз мына екінші моншақтан шығатын боламыз. Ол үшін мына моншақтардан өткіземіз мына жилканың ұшын. Міне бір ұшы шықты, екінші жағынан екінші ұшы шығу керек. Мінекей. Енді бір шет жағындағы жилкадан үлкен, кіші, үлкен моншақ өткіземіз. Осылайша мына жерге дейін, мына моншаққа дейін барамыз. Мінекей сумкамыздың артқы бөлігі, табаны және алдыңғы бөлігі, қақпағы дайын болды. Мына жерде байқасаңыздар, түзу келе жатып ойық болып қалған.
формасы өзгеріп кеткен. Бағанағы айтқандай, үлкен кіші моншақтардан кейін бірден бір пішінді, бір размерлі моншақты тоқығаннан кейін осылай болып қалды. Мен енді оны түзету үшін кішкене мына жерлерден бастап жилканы артығырақ қылып кішкене созыңқырап тоқыдым. Содан кейін қайтадан қалпына келді деп ойлаймын. Сөйтіп жіберсеңіздер де болады. Кішкене создым мен. Ал енді мына жерден қайырылады. Сосын мына жерден былай қайырылады. Сөйтіп сумкамыздың қақпағы былай болады. Енді мына жерді жанын тоқуымыз керек, мына жерге дейін. Ол үшін өзіме керекті өлшемде жилканы кесіп алдым. Табанын қайырамыз. Сөйтіп мына үлкен моншақтан, мынау алдыңғы бөлігі сумканың, сосын табанынан бір кішкентай моншақты аламыз. Сөйтіп 2 моншақ ілінді ғой. Бізге 4 моншақ болу үшін тағы 2 моншақ қажет болады. Мына жерден мына жақтан мына жаққа кету керек. Бүйтіп қайырылғанда мінекей. Біздің істеп жатқанымыз мына жер. Бір кішкентай моншақ, бір үлкен моншақ аламыз. Екеуін бір жіпте. Сосын әдеттегідей крючок жасаймыз. Кішкентай моншақ, үлкен моншақ. Екінші жолы кетті. Кішкентай моншақ, үлкен моншақ. Крючок жасаймыз. Сөйтіп астыңғы жіпті, астыңғы жилканы сол моншақтың ішіне кіргіземіз. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 болу керек бізде. Мынау 4-ші моншаққа келіп тоқтадық. Ары қарай жалғастырамыз. Мінекей 5-ші моншаққа келгенде, мынау алдыңғы бөлігінің, алдыңғы қабырғасының үлкен моншағына ілеміз. Сөйтіп, мына жерде 3 моншақ болады. Сосын 3 моншаққа кішкентай моншақ аламыз. Сөйтіп, мына бұрышын өстіп осылай аяқтаймыз. Енді екінші моншаққа ілеміз. Сөйтіп, қабырғасы осылай тоқыла береді мына жерге дейін. Мінекей сумкамыздың табанын түгелдей 4 мм моншақты, мына 8 мм моншақтың арасымен өткізіп шықтық жилкамен. Енді сумкамыздың бауына көшейік. Жилка қарқып аламыз өзімізге керек өлшеммен. Мына жерде 5 моншақ еді ғой, 8 мм. Сол 5 моншақтың ортасындағы 3 моншаққа жилка өткіземіз. Өткіздік қой. Сөйтіп карабинді да өткізіп жібереміз арасынан. Сөйтіп бір моншақ аламыз 8 мм. Әдеттегідей крючок жасаймыз. Сөйтіп екінші жағын оған кіргіземіз да. Түйінді моншақтың ортасына әдеттегідей тартамыз. Мінекей. Былай болып шығады сонда. Былай мінекей. Тарттық қой. Енді мынау астындағы 2 моншақтан өткіземіз. Барынша тартып. Мінекей мына жерде бізде сәл бос болып жатыр. Сондықтан тартамыз. Сөйтіп қолымызбен көмектесеміз. Мінекей.
Енді тағы да 8 мм бір моншақ қосамыз. Міне. Сөйтіп астына өткіземіз. Сөйтіп тағы бір моншақ тоқимыз. Мінекей, біздің жанымыз осылай болып шықты. 1, 2, 3. Сонда мына жерде біз мына моншақ өзі тұр. Одан кейін бір моншақ тоқыдық, содан 2 моншақ тоқыдық. Енді ары қарай тоқыған артық деп ойлаймын. Осылай болады. Енді осыларды бекітпей жасап жібереміз. Қаттырақ болу үшін. Мінекей, сумкамыздың жанындағы карабинді тақты осылай мінекей. Бұлай болып шықты. Екінші жағы да тура сондай. Енді біз сумканың кнопкасын жасауға кірісейік. Достар, осымен біздің сумкамыз толықтай тоқылып бітті. Мінекей, сыртқы көрініс осындай болды. Жанынан көрініс, табаны мінекей. Шынжырдан бау тақтық. Аузына кнопка тақтық мінекей. Ішкі көрінісі осындай. Сумкаға бірнеше зат салып жүре беруге болады. Себебі сумкамыз өте сыйымды, салмағы өте жеңіл. Осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Достар, уақыттарыңыз болып жатса, осындай сумка тоқып көріңіздер. Тоқу процесі сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ал достар, көріскенше күн жақсы, сау болыңыздар.